Есіл өзеніміз. Астананы оң және сол жағалауы бөліп тұрған осы өзен. Өткен жылы маған осы Есіл өзені Қазақстан аумағында қай жерден басталып, қай жерде аяқталады деген ой келген болатын. Сол туралы ғаламтордан мәліметтер іздеп көрдім, таптым, таныстым, таңғалдым. Бұны өз көзімен көру керек деген ой келді. Ендеше бұл керек нәрсе ету арнасы. Менің есімім Нұрбек. Жолға аттанайық. Көлікті жанармайға толтырып, Астана Қараған трассасына шықтық. Ауа райы бұзылып бара жатқанын көріп, алаңдай бастадым. Баратын жерімде жаңбыр жауып, дрон ұшыруға мүмкіндік бола ма екен деген сұрақ туындады. Астананың шет жағында орналасқан Интернациональный, Мичурино, Күйгенжар, Жібек жолы секілді елді мекендерден өтіп, постқа келеміз. Посттан кейін ақылы трасса басталады. Автобан. Біздің бара жатқан жеріміз Осакаровка ауданы. Осакаровка туралы алғаш рет сүт қаптамасынан білдім. Кәдімгі күнделікті пайдаланып жүрген сүтіміз осы Осакаровка ауданында шығады екен. Қарағанды облысына кіргеннен кейін көп ұзамай оң жағымызда Молодежный ауылына бұрылу деген белгіні көреміз. Сол бағытқа бұрыламыз. Бұл Осакаровка районы. Табиғаты керемет, әсіресе мал ұстауға. Автобаннан Молодежный ауылына дейін жол жақсы. Тек Крышневка ауылынан кейінгі 10 шақырым жол жөнделмеген. Есіл жағасында орналасқан Пионерский ауылына келдік. Ауыл өте жақсы жерде орналасқан екен. Пионерский ауылынан кейін Пришимский ауылы бар. Ол ауылдан да өтіп, Крышневка ауылынан бұрылатын тұсқа келеміз. Басында қателесіп Крышневка ауылына өтіп кеткенмін. Сол ауылдың жергілікті тұрғынмен тілдесіп, бағыт-бағдар сұрадым. Маған Есілдің басталатын жері қайда екенін көрсетіп, бала кезінде сол бұлаққа шомылуға баратыны туралы айтып берді. Қайтадан кейін жүріп, Молодежныйға баратын трассаға шықтым. Сол жолмен Нияз тауларына қарай беттей бердім. Жаңағы Крышневка ауыл тұрғын айтқан жерге келген кезде трассадан оңға қарай қара жолға түстім. Біздің Қазақстанның табиғаты керемет қой. Керемет. Өте керемет. Қандай климат керек? Барлығы бар. Қандай жер бедері, қандай табиғат керек? Шөл ме шөлейт, тау ма тау, өзен су, жазық па жазық, барлығы бар. Біз қазір Қарағанды облысы Осакаров районындамыз. Есіл өзенінің басталатын жері мәліметтер бойынша осы жер. Төбеміздегі Нияз тауларынан кішігірім бұлақтар ағып келіп, осы жерде тоғысады. Ары қарай Есіл өзенінің арнасы еріген қар сулары, жер асты сулары және де бірнеше жерден ағып келетін бұлақ суларымен толығып кеңейе түседі.
осылай есілдің басталатын жерін тауып, өз көзімен көрумен өтті. Үйге қайтып бара жатқанда, есіл ауыл маңында әдемі күнгі атыстың куәсі болды. Қазір досымды жұмыстан алып кетуге бара жатырмын. Бұйырса Петропавловск қаласына жол тартамыз. Есіл өзенінің Қазақстан аумағында ағып өтетін ең шеткі нүктесін көру үшін Астана-Щучинск Петропавл трассасына түсеміз. Есіл өзенінің жалпы ұзындығы 2450 км. Қарағандыдан бастау алған Есіл Астанадан өтіп Атбасар қаласына жетеді. Атбасардан оңтүстік батысқа бұрылып Державинск қаласына барады. Сол жерде бағытын бірден солтүстікке өзгертеді. Есілге Сарыарқа таулары мен Бурабай қыраттарында пайда болған үлкен бұлақтар келіп құяды. Есіл суының минералы көп болғандықтан минералды өзендер қатарына жатады. Петропавл климаты ылғалды екенін түнде көлік терезесінің сыртынан қайта-қайта булана бергеннен байқадым. Петропавл маңында осы Есіл өзенінде Сергеевка су қоймасы орналасқан. Естеріңізде болса, осы жылы Петропавл қаласының бір бөлігі суға кеткен болатын. Ол Есіл өзенінің су деңгейінің көтерілуінен болған. Қазір біз солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласына келдік. Ары қарай Қызылжар ауданы Краснояр ауылына барамыз. Сол жерде Есіл өзені Қазақстан аумағы бойынша аяқталатын жері сол жерде. Қазақстанның батыс бөлігі Ресейден төмен, ал орталығы биік орналасқан. Петропавлдан шығып, Ресейдің Ишим қаласына апаратын жолға түсеміз. Есіл Петропавлдан шығып, Қазақстан мен Ресей шекарасында орналасқан ең соңғы Қазақстан ауылы Красноярға барады. Сол ауылдың тұсында Есілдің Қазақстан аумағындағы бөлігі аяқталады. Әрі қарай Ресейдің бірнеше қалаларынан өтіп, Павлодардан ағып келген Ертіс өзенімен біргеді. Ертіс өз кезегінде Об өзеніне, ал Об өзені солтүстік мұзды мұхитына құяды. Осылайша Қарағандыдан бастау алған Есіліміз әлемдегі 4 мұхиттың біріне өз үлесін қосады. Краснояр ауылына бұрылатын тұстан әрі қарай кедендік бақылау пункті орналасқан. Краснояр кішкентай ауыл, шамамен 15 шақты үйі бар. Күн көрісі ауыл шаруашылығы. Қазір солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Краснояр ауылындамыз. Артында тұрған Есіл өзені. Есіл өзені Қазақстан аумағында осы жерде аяқталады. Ары қарай шамамен 1 километрден кейін Ресей мемлекеті басталады. Енді бұл жерде Сона Маса деген адамды талап өлтірейін деп тұр енді. Осы тұрғанда әрең шыдап тұрмын. Күндіз түн қарамайды ау деймін. Бұл жақтың Маса соналары.